сықпа Сабыржан, сықпашы, ауырады. Анау жаман болып тұр бар ғой адамның көзіне. Айттым саған Сабыржан, сықпа деп, не істедің? Бетің бәрі ісіп кетті ғой. Еще ауырып жатыр, мынау қалай барамын мен? Косметологқа барып, сәл ішіндегі нелерін емдетпесем болмайды енді, жаман ауырып жатыр мынау. Ай, жайрақ. Ауыра ма осылай? Жаман қатты ауырып жатыр. Айбай. Сізді мен хирургқа жіберемін, кесу керек. Абсцесс болып тұр. Хирургқа жіберемін? Иә, себебі абсцесс болып тұр. Не ол абсцесс деген? Просто так бетім сықты ғой, соны не қылып беріңізші деп жатырмын ғой мен. Иә, бетті мүлдем сығуға болмайды. Беттегі безеулерді бір ғана прищикті сығу арқылы сіздің өміріңізге қауіптенуі мүмкін. Себебі бетті сыққан кезде беттің терінің тұтастығы бұзылады да, микробтар терең қабаттарға түсіп кетеді. Олар түскеннен кейін ол іріңдеу, қабыну процесі терең қабаттарға түседі, абсцесс, фурункул дамуы мүмкін. Оларды тек қана хирург кесіп, хирургтың көмегімен ғана оларды алып тастау керек. Кейбір жағдайларда ол қан мен лимфаға араласатын болса, ол беттегі веналардың тромбозына алып келуі мүмкін. Мидың қабынуына, менингитке алып келуі мүмкін. Бетті сығу менингитке алып келе ма? Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан мүлдем бетті сығуға болмайды. Ол жерден дақ қалдырады, тыртық қалдырады, постакне қалдырады. Олардың барлығынан бөлек сіздің өміріңізге қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан дерматолог, косметологқа келіп, кез келген прищикті кәсіби жолмен емдеу керек. Енді мен хирургқа барып кестіремін. Хирургқа барып кестіру керек. Мен сізге ертерек келмедім ма? Сіздің де бетіңізде безеулер бар болса, өз бетімен емдеп, оларды сығуға тырыспаңыз. Дерматолог, косметологқа келіп, кәсіби түрде ем алыңыз. Ақпарат пайдалы болса, тіркеліп кетіңіз.